қай дотера эфир майларын қолданып экземаны емдеуге болады? Дотераның экземаны емдеуге арналған кейбір эфир майлары тиімді және қабынуға қарсы қасиеттермен танымал. Енді міне, олардың кейбіреулері туралы ақпарат айтайын. Қандай эфир майлары? Лаванда эфир майы. Лаванда өзінің тыныштандыратын және теріні жұмсартатын қасиеттерімен белгілі. Ол қышу, қызару және экземамен байланысты қабынуды азайтып, теріні қалпына келтіруге көмектеседі. Екінші май бұл шай ағаш эфир майы, мелалука дейді латынша, мелалука. Шай ағашы майы антимикробтық және қабынуға қарсы әсерлермен танымал. Ол экземаны тырнаудан туындаған инфекциялардың алдын алуға көмектеседі және терідегі қабынуды жеңілдетеді. Өте мықты май. Үшінші орында ладан эфир майы. Бұл әйгілі май. Бұл май қабынуға қарсы қасиеттермен танымал, сондықтан экземаның ауырлығын азайтуға пайдалы болуы мүмкін. Ладан терінің қайта қалпына келуін қолдап, оны сауықтыруға көмектеседі. Негізінен ладан майы ол бүкіл майлардың ішінде ең үстінде тұрған май. Бұл май тіпті өте ауыр аурулар, рак сияқты ауруларға қарсы қолданылатын өте тиімді жақсы май және қымбат май. Содан кейінгі май бұл біз білетін ромашка эфир майы. Ромашка өзінің тыныштандыратын және қабынуға қарсы қасиеттерімен танымал. Ол қабынған теріні тыныштандырып, экземамен байланысты ыңғайсыздықты азайта алады. Келесі май хеликризум эфир майы. Бұл терінің қалпына келуіне және жазылуына көмектеседі. Бұл май қышуды басып, экземаның зақымдалған аймақтарын тезірек емдеуге көмектеседі. Содан кейінгі май бұл копайба эфир майы. Бұл май теріні тыныштандыруға тиімді, оның қабынуға қарсы қасиеттері экземамен байланысты қабынуды және қызаруды азайтуға көмектеседі. Бұл да копайба майы, ладан майы сияқты өте мықты қасиеттері бар. Ол майды өзім мен қолданамын қазір. Оны тіпті бір тамшысы аузымызға тамғызып, тілімізге тістеріміздің аузымыздың профилактикасына да өте керемет май. Келесі май герань эфир майы. Герань теріні теңестіру әсерімен белгілі. Ол экземаны ылғалдандырып, тері қабынуын азайту арқылы жеңілдетеді. Бұл айтып жатқан майлардың барлығы да бір-біріне ұқсайды. Өйткені бұл тақырып тері проблемасы, яғни экземаны айтып жатқандықтан, осы майлар осымен өте әйгілі. Бірақ сізге кеңес, бір майды ғана қолданбаңыз, осы тізімдегі майлардың үшеуін, төртеуін, егер барлығын ала алсаңыз керемет. Яғни осыны барлығын дұрыс қолдануды мен өзім жеке менің консультациям кезінде үйретемін. Осы 3-4 май болса, сол экземаны қалай қолдану әдістерін мен сізге айтайын. Бірінші терілік қолдану, яғни эфир майларын фракционерленген кокос майымен сұйылтып, зақымдалған аймақтарға жағамыз. Айтқан майлардың кейбіреулерін таза күйінде жағуға болады, кокос майын қоспай-ақ, ал кейбіреулерін кокос майымен араластырған дұрыс. 1-2% концентрациясын пайдалану ұсынылады. Яғни бір шай қасық тасымалдаушы май, кокос майы, әлде болмаса басқа да майды болуға болады, мысалы үйіңіздегі бар шемекі майы, әлде басқа да майларды қолдануға болады. Бірақ кокос майы ең қолдануға ыңғайлы. Ол теріні майлы қылмайды. Және бір тамшы эфир майын араластырасыз. Және мен түсінгенім, халықта осындай пікір бар, май болғандықтан ол майлы, ол менің терімді бүлдіреді деген сондай дұрыс емес ой бар. Ол дұрыс емес ой. Мен айтып жатқан эфир майлары бұл таза 100% эфир майлар, өсімдік ағаштан алынған. Бұлар біз тамаққа пісіруге қолданатын, күнделікті базарда көріп жатқан майлар емес, бұл мүлдем басқа майлар. Май деп аталса да, бұл сіз ойлап тұрған майлы май емес. Келесі қолдану әдісі бұл ваннада. Эфир майларын ыстық суға
тікелей құюға болмайды, себебі олар теріге зиянды әсер етуі мүмкін, және олар сумен араласпайды. Яғни сондықтан оның орнына алдымен майларды тұзға 3-4 тамшысын қосуға болады, әлде болмаса жаңағы кокос майына, әлде болмаса жаңағы медке тамғызып, содан кейін ғана суға қосуға болады, жаңағы ваннаға. Яғни тасымалдаушы май керек. Содан кейін ғана суға қосыңыз, сонда ол дұрыс араласып, дұрыс жаңағы сізге әсер береді. Бұл эфир майларының суда жаңағы дұрыс таралуына да көмектеседі. Келесі тәсіл бұл ылғалдандырғыш дейді қазақша. Бұл эфир майларын иіссіз ылғалдандырғышқа немесе дотерраның әдейі лосьонына, креміне қосу. Яғни теріні ылғалдандырып, симптомдарды жеңілдетуге болады. Бұл жерде өзіңіз күнделікті қолданып жүрген үйдегі крем, үйдегі бір косметика мен эфир майларын араластыруға болмайды. Өйткені сіздің қолданып жатқан креміңіз, оның құрамында басқа да элементтер, яғни химикатты элементтер бар. Яғни ол эфир маймен араласқанда мүлдем басқа әсер беруі мүмкін. Сондықтан бұған сақ болыңыз. Эфир майларын қолданар алдында сынақ жасап көру маңызды. Себебі әркімнің терісі әртүрлі реакция беруі мүмкін. Негізінен эфир майы 100% таза, жаңағы мен айтып тұрған компания дотерраның майлары болса, мен сізге өзім жаңағы 100% кепіл бере аламын. Сізде ешқандай жаңағы аллергия, ешқандай жаңағы терінің реакциясы болмайды. Ал егер майды аптекадан белгісіз бір компаниядан сатып алсаңыз, оған мен жауап бере алмаймын. Жаңағы айтқандай, міндетті түрде дотерра компаниясының майларын ғана қолданыңыз. Өзім күн сайын қолданамын, сондықтан осыны айтамын. Ол майларды қай жерден сатып алуға болады? Маған инстаграмға жазыңыз, сізге толық мағлұмат беретін боламын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.